Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Назарларыңызға қанағатты, ұлағатты сөздер. Қазақша қанатты нақыл сөз. Қорқыт ата. Қыз ақылды ескермес, ана үлгісін көрмесе, ұл жарлыққап, ас бермес, әке үлгісін көрмесе. Адам өмірі қапшының сабындай ғана қысқа екен, досы көп ұрпақ тәрбиелеген ұтады екен. Қазақша қанатты сөз Мұхтар Әуезов. Күшіңе сенбе, адал ісіңе сен. Қай істің болсын өнуіне үш шарт бар. Ең әуелі ниет керек, одан соң күш керек, одан соң тәртіп керек. Азамат сыны ерлік, ерлік сыны елдік. Адам көркі ақыл. Жігітті жылы сөз ширатпайды, қатты сын ширатады. Тартыспен түскен, бейнетпен келген жақсылық қана шын мәнде қымбат табыс. Қанатты сөздер. Ұстаз, мұғалім, оқытушы. Ақырын жүріп анық бас, еңбегің кетпес далаға. Ұстаздық қылған жалықпас, үйретуден балаға. Абай Құнанбайұлы. Нашар ұстаз шындықты қайталайды, жақсы ұстаз сол шындықты іздеп табуға үйретеді. Адольф Дистербек. Түсінгендіктің шын белгісі иә деген жауап емес, шәкірттің жүзіндегі қуаныш болып табылады. Абу-әл-Фарадж әл-Асфахани. Ұстаз ізденгіш болуы, ойлай білуі, қандай істі болсын бар ынтасымен атқара білу керек. Маяковский. Ұстаз болу, яғни жақсы оқытушы болу үшін оқытатыныңды да сүйуің керек. Ключевский. Ахмет Байтұрсынов. Мұғалімі қандай болса, мектебі де сондай болмақ. Адамға ең қымбат нәрсе жұрт қамы, жұрт ісі. Замана сипаты. Білімі көптер жұрт билемей, малы көптер жұрт билер заман. Сөздің ең ұлысы тарих. Жүргенде көп достық атын малданып, алайда тек қалма оған алданып. Әл-Фараби. Өзіңе қарай достаңда, күшіңе қарай жүк көтер. Жүсіп Балсағұни. Арман, үміт. Арман жарық жұлдыз, онсыз айқын бағдар жоқ. Бағдар болмаған соң алға басу да жоқ, тірлік те жоқ. Толстой. Арман деген көп белес, біріне шықсан бірі бар. Ғабиден Мұстафин. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға көп рахмет.